Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан керемет шығатын шарлотка пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, рецепт ұнаса каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше пирогымызды жасап бастаймыз. Бір таза шұңғыл ыдысқа 5 жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп бастаймыз. Миксерді баяу жылдамдығынан бастап миксерлеңіздер. Әр 1 минут сайын миксердің жылдамдығын көтеріп отыруды ұмытпаңыздар. Біздің жұмыртқамыз көлемін 2-3 есе ұлғайтқанша аппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлеуіміз қажет. Сол кезде біздің пирогымыз өте керемет болып көтеріліп пісетін болады. Және де бір ескерте кететін жайт, пирог жасарда міндетті түрде барлық затыңыз бөлме температурасында жылы болып тұруы тиіс. Сол кезде пирог жақсы көтерілетін болады. Мінекей біздің жұмыртқамыз осылай 2-3 есе ағарғанша жақсылап миксерлеп алыңыздар. Содан соң ертілген сары майымызды қосып, тағы да бір жақсылап миксерлеп аламыз. Барлығы бір-біріне біріккеннен соң ұндарыңызды міндетті түрде ұн илеуіштен өткізіп алыңыздар. Содан соң осы ұнның үстіне қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып, осы ұнды жұмыртқалы массамызға аз-аздан бөле отырып қосамыз. Барлығын бірден салуға болмайды. Жаңағы көтеріп алған жұмыртқалы массамыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан аз-аздан қоса отырып, жақсылап миксерлеп алыңыздар. Ыдыстың жан-жағында қалған ұндарды да жақсылап лопатканың көмегімен түсіріп алып, тағы да бір жақсылап миксерлеп алыңыздар. Арасында ешқандай түйіршік қалмайтындай болсын. Содан соң бізге 3 алма қажет болады. Бір алманың жартысын кесіп алып, мен жарты ай тәріздес етіп осылай кесіп алдым. Оны қазір пирогтың бетіне қоюға қолданатын боламын. Қалған алмаларды қабығын ашып, барлығын көбік тәріздес етіп турап, жаңағы қамырымызға салатын боламыз. Алманың барлығын салып, жақсылап төменнен жоғарыға қарай араластырып аламыз. Яғни барлығы бір-біріне біріккенше жақсылап ақырын араластырып алыңыздар. Содан соң формамыздың ішін міндетті түрде кішкене майлап алғандарыңыз дұрыс болады. Пешті осы кезде алдын ала 180 градусқа міндетті түрде қыздырып қойыңыздар. Қамырымызды құйып, бетіне жаңағы турап дайындап қойған алмамызды қойып шығамызда, 1-2 сілкіп, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 50-55 минут шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей достар, осымен біздің бір жасағаннан шығатын өте дәмді алмалы шарлотка пирогымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Және де достар, рецепт ұнаған болса міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.